Түркия әлемдегі келуші туристер санынан бір орында тұрған мемлекет. Сән салтанаты жарасқан мавзолейлер, музейлер, шулы базарлар, даңғыр үні, исі мұрын, жарар дүниелер елестетіп көріңізші. Барлығы да шығыстық мәдениетті айқындап тұрғандай өте керемет. Түркия қызғалдақтар отаны. Әсемде көрікті, ару қыздарымызды теңейтін қызғалдақ ең әуелі Түркияда орын тапқан. Әрине, көбісі осы қызғалдақтарды голландиялық деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде қызғалдақтың баданасы 1554 жылы Стамбулдан Венаға әкелінген және Еуропа бойынша тез тарап кеткен. Қазірде қызғалдақтар Голландияда өте танымал. Кофені барлықтарыңыз сүйіп ішетін боларсыздар. Түркия Еуропа елдеріне кофені ашты. Кофе Түркия кісі ғасырдың ортасында пайда болды. 2 ғасырдан кейін кофе дәндері Италияны, одан кейін бүкіл Еуропаны жаулады. Түркияда туристік сервис өте жақсы дамыған. Елде көп теңіздік курорттар мен көз тартарлық орындар бар. Ең әйгілі орындар. Олар Стамбул, ислам мен византиялық мәдениет мұралары мол тарихи қала. Каппадокия Түркияның ең ғажап жері. Әуешармен ұшатын және үңгірлі қала орналасқан табиғи мұраларға бай өлке. Эгей теңізі тұр. Эйчденезе Грекия мен Болгарияға шектескен теңіздік демалыс аймағы. Пираған көне грекиялықтар мен римдік ескі қалалар. Жерорта теңізі тұр. Акденез теңіздік демалыс орындары жайғасқан Түркияның оңтүстік жағы. Теңіз суы тұзды болатындықтан батырмайды. Денең су бетіне тез қалқып шығады. Жергілікті халықтың айтуынша теңізге алғаш түскенде суының мұрынға, құлаққа кіруінен қорықпау керек. Бұл түрлі аллергиялық аурулардың алдын алады. Мұрын қуысын тазалау үшін дәріханаларда сатылатын аква марис дәл осы теңіз суы екенін еске алыңыз. Кішкентай балалар тұзды суға бірнеше рет түскеннен кейін-ақ кеңсіріктері ашылып, мұрындары бітелмейді. Сонымен бірге алғашқы күндері судан шыққаннан кейін теңіздің тұзды суын денеден шайып тастамау керек. Бұл да тері аурулар үшін пайдалы. Су адам денесін сорып кететіндіктен әлсірейді. Сол үшін жақсы тамақтану керек. Стамбулда тарихи қамалдар мен қорғандар, патша ордалар мен мешіттер, көне базарлар әлі күнге дейін сақталған. Сұлтан Сүлеймене мешіті кәдімгі түрік сериалдарында айтылатын 1520-1566 жылдары билік құрған атақты Сүлеймен патша салдырған құрылыс. Ол Стамбулдың ең биік жерінде орналасқан. Қасында Сүлеймен сұлтанның мазары бар. Мешіт ғажайып сәулетті және керемет орны арқылы саяхатшыларды баурап тұр. Сүлеймани мешіті Стамбулдағы маңыздылығы жағынан екінші, ал көлемі бойынша бірінші мешіт. Ішіне 5000 адам сыяды. Мешіт қаланың Вев ауданының көне бөлігінде орналасқан. 1550-1557 жылдар аралығында салынған. Авторы Синан, мұнараның биіктігі 53 м, диаметрі 26, 5 м, күн сәулесі 136 терезеден түседі. Мешітте 4 мұнара бар. Түркияда ең бірінші орында отбасы тұрады. Facebook қолданушыларының ішінде түркиялықтардың көрсеткіші әлемдегі ең жоғарғы көрсеткіш болып табылады. Бұл отбасылық тығыз қарым-қатынастардың тағы бір дәлелі болмақ. Егде жастағы адамның қолын сүйіп, Түркияда құрметтің белгісі саналады. Түркиядағы қоғамдық ғимараттардың көпшілігінің төбесі қара сызықпен сызылған. Олар мұсылмандар үшін қажылық орталығы болып табылатын Мекке жақты көрсетіп тұрады. Меккеге мұсылман дінін қабылдаған адамдар ғана кіре алады. Ал мұсылмандар дұға кезінде дәл сол бағытқа қарай бұрылады. Түркия елдерге дауыс беру құқығын берген алғашқы елдердің бірі болды. Олар ақш пен Еуропа елдерінен бұрын әйелдерге дауыс беру құқығын берген. Аңыз бойынша Нұхтың кемесі Түркияның шығысындағы Арарат тауына тоқтаған. Стамбул екі құрлықта Еуропа мен Азияның территориясында орналасқан әлемдегі жалғыз қала. Стамбул Түркиядағы ең үлкен қала және халық саны бойынша Еуропада 3-ші орында алады. Жерорта теңізі мен Эгей теңізінің жағалауындағы жүздеген түрік жағажайларына көгілдір жалау ілінген. Бұл ең жақсы және ең таза жағажайларға берілетін еуропалық марапат. Стамбул туннелі әлемдегі ең көне жерасты темір жолы. Ол 1875 жылы іске қосылған. Әлемдік нарықтағы орман жаңғағының 70% Түркияда өсіріледі. Әлемдегі ірі және ең көне сауда орталықтарының бірі Қапал Чаршы деп аталатын Стамбулдың үлкен базары. Ол 1455 жылы Осман империясы Константинополды жаулап алғаннан кейін көп ұзамай пайда болды. Ғасырлар бойы ол 61 көше мен 3000 дүкеннен тұратын лабиринтке айналды. Қазіргі уақытта нарықтың аумағы 31 шаршы шақырымды қамтиды. Түрік көшелерін тағы да көркейтіп тұратындар балмұздақ сатушылары. Олардың кейбіреулері тәжірибелі бармендердің өзі қызығатындай нағыз шоу көрсете алады. Оларды жарқын түсті ұлттық киімдерінен және бадам мен піске қосылған балмұздақтың дәмін татып көруге шақыруы арқылы жылдам тануға болады.